Эфирде заман январынан 16-сы Қырмышғалынан 1419 күні студияда сілерінімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Учил ве едая яшафтарзы колониясы ве 10 000 рублей пара жезасы Ақшейх районынан Ишғалжы махкемесі Владимир Балыққа бөле бір укум чықарды. Қабатлайжы тарафы 5 жыл ве бірай яшафтарзы колониясы ве 20 000 рублей пара жезасы берілмесіні талап еткен еді. Махкеме отырышы башланғанында Балық оңа дестек көстергенлерге мұражат етті. Я только Украине хочу пожелать не сдаваться и вести свою борьбу, народу Украины, вести борьбу именно за то, за что уже столько жизней положили. Причем лучшие люди этой страны в большинстве своем. Владимир Балух бір ел евелісі яқыланған еді. ФСБ оны селя сақламасында қабатлады. Балух ондан интиқам алалар деп түшіне. Қырым ишғалінден сон о евінде Украина байрағаны тікледі ве Сема юзы қараманлары соқағы деп язған еді. Бақчырайлы Хизбут Тахрир давасы мабуслерінің апсте тұтылмасына берілген шекеетлері бақылмады. Марлен Асанов, Эрнест Аметов и Сервер Зекирияевнан давасы ярынға қалдырылды. Дава мабуслерінден бірінің имайеджесі отырышқа келіп оламаған. Бұл мабуслер Серан Салиев, Мемет Билялов и Тимур Ибрагимовнен берабер кечкен сене октябрінің 11-інде Бақчырайдаки тінтулерден сон яқаланған еді. ФСБ 6-сында Русиде сақланған Хизбут Тахрир тешкілаты или алақалары бар деп терроризмде қабатлай. Яқаланғанларындан берлі олар СИЗОда тұтыла. Декабрның сонында адвокатлар Салиев, Билялов и Ибрагимовнан жезасына евапсіне деңіштірмеге тұрышты, ләкин Қырымның Ишғалжы юқары Рус махкемесі мұражатларыны рет етті. Олар әлі-жанап инсанлардыр. Қорынталарыны, балаларыны, бүтін жематыны sevген. Оле да бір оле балалар олса, мен білесем, біздің жематымыз денішер еді, башқа түрлі olur еді. Мен епсіні құрмет етем, оғлым, достарыны. Не істер едім? Ebet кезде шыққанларыны, өз қоранталарына қауышқанларыны, біздерінен, ана-бабаларынан қауышқанларыны. Біз оларыны sevеміз. Қырымдаки репрессиялар энциклопедиясы Украина күтіпханелері ве девлет құрылышларына берілежек. Бұны Крым соз тешкілаты айдынлатты. Бұл есабат Ишғал алтындаки ярмадада 2014 сенесі февраль айындан башлап 2017 сенесі ноябрь айына қадар инсан ақларының бозылмасы ақында тариф ете. Ишғалжилерінің қырымтатырларға қаршы япқан жинайетлері 350 сайфеде айдынлатыла. Мұнда азап, қырсызланув, өлдіров сияси себеплерден açılған жинайы ве мемори давалар ақында лав кете. Қырымдаки репрессиялар энциклопедиясынан екінші қысмада бұл сене нешір етілежектір. Это 15 случаев смертей, 44 случая похищения, из них 16 человек до сих пор не найдены, 149 случаев пыток и негуманного обращения, 96 случаев уголовных дел, политически мотивированных, и 167 случаев политически мотивированного административного преследования. Полиция девлеті чалыша Қырым ишғалжилері Ақияр шайырыны пармақ ізлеріні бермеге теклиф ете. Бұны істегінен ве язма шекілде разылық беріп япмақ мүмкін екен. Ишғалжилер бұңа полиция көстерген девлет қызметлерінден бірі дей. Русия құқықшыларының шақси кімлігіні оғыренежек ең гүзел ұсыл олғанны айта. Шайыр сакинлерінің пармақ ізлері бірісі есіні жойса яда февқұледе бір вазиетке оғыраса керек олыр дейлер. Украина сыңырында биометрик контроль январынан бірінден етибарен девлет сыңыр қызметі телеке ола білежек Русиялер ве дигер миллет ватандашларының пармақ қызлерін алы. Херсон авалиманында елінің башындан берілі 18 четел ватандашы кечті, олардан 15 Русиялі. Бір инсан қайдетілме кечуін 2 даққа керек олса, пармақ қызлері бұны 20 санеде япмаға имкан бере. У сучасному світі багато технологій, які дозволяють підробити паспортний документ так, що дуже важко визначити його дійсність, то для цього здається ще біометричні пальці, оскільки відбитки пальців є індивідуальними до кожної особи. Наша система під'єднана до
в всесвітньої мережі Інтерпол. Якщо громадянин, який перебуває на паспортний контроль, знаходиться в розшуку, ми затримуємо таку особу та передаємо правоохоронним органам. Донбассның реинтеграциясы канун лейхасы юқары радада екінші оқуыда бақылмақта. О Русияны истиләджі Девлет, Донецк ве Луганск вилайетлерінің базы еріні есе вақтынже işgal етілген топрақ деп танымақта. Халқы векіллері канун лейхасына 700-ге яқын түзетме кірсетті. Весеқада Қырым меселесі де айдынлатылы. Канун лейхасында Қырым işгалінің башланғы чүкуныдай қайдетілді. Крим у нас був анексований Росією агресором, і ця територія є окупована. Міжнародні суди, якими ми зараз мають наші юристи позиватися до суду, і щодо відшкодування збитків і так далі, вони якраз і будуть посилатися в тому числі на цей законопроект, який підтверджує, що Україна визнала, що Росія агресор. Юқары Шырауғынде бір полис хадимове наразылық көстерген инсан яраланды, анда 200-ге яқын инсан топлашты. Олар депутатлар Русия еле ишбірлікні тоқтатып, Донбасс реинтеграциясы қанун лейхасына қабыл етмеге талап етелер. Полис хадимлерінен тартышмалар олды, митинг иштиракшілері араба көпшеклеріне яқты. Сақ районының Зерновой койында яшаған 64 яшында Анифе Сулейманова ярдымға мұқтач қадын Қырымға яқынларғда көчті отырған еві бербат бұралда. Баллары ве умыр арқадашы йоқ. Анифе Сулейманова қардашынен яшай. Эксінің де сағылығы фена. Ачық юреклер тешкілятынан гонуллері Анифе ханымға ярдым ете. Олар евіні тамерледілер, яшайыш үшін шарайтлер яратты. Ләкин бір кереклі ярдым етерлі дегелдейлер. Ләқайт қалмағанлардан ярдым etmelerini rica etili. Графика я поломали. Когда учиться тут, кете халайдым хатайдым, я убинидым, да, отделедым, да. Она уледа чистым, пенсияда поломали бы хотел. Она уледа активам сука бы битті, уледа бияна вағным тоны. Дойна на бойы алдым жатыр. Бұл саат қазір олған соңки қаберіміз әдепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім, дайыма атырылы олыңыз бетекі заман яйынларыны сейретмеге ұнытмаңыз көрішкенже.